Баршаңызға сәлем. Қазіргі таңдағы хит болған шоколадтағы құрма және банан дайындайтын боламыз. Бұл менің бірінші жасауым. Мен 4 дана банан және 12 дана құрмадан жасап көрдім. Ең алдымен банандарымызды тазалап, қажет мөлшерде турап аламыз. Құрмаларымызды тазалап, ортасындағы сүйектерінен ажыратып, ортасына миндаль немесе жаңғақ салсаңыздар болады. Бананға 2 шпажка, ал құрмаларымызға зубочистка пайдалану қажет. Енді көрсетілгендей водяной баняда қара шоколадымызды араластыра отырып ерітеміз. Шоколадымыз толық біркелкі масса болғанша еруі қажет. Одан соң 1,5 ас қасық сұйық май құямыз. Сұйық май құю себебіміз шоколад өздігінен қою болып шығады. Май құйсаңыз кішкене осындай сұйықтау болады. Бананымызды салғанға өте ыңғайлы болады. Мінекей шоколадымызда осындай сұйықтау болуы керек. Енді банандарымызды батыруға ыңғайлы болуы үшін банан бататындай ыдысымызға шоколадымызды құйып, әр бананды осылай батырып аламыз да пергамент төселген ыдысқа жайып қоямыз. Банандарымызды батырып болғаннан кейін кішкене сорғыту қажет. Мінекей осылай сорғытып жаямыз. Құрманы шоколадқа батыру үшін басқаша кесе тәріздес ыдыс пайдаланғандарыңыз жөн. Мінекей құрма және банандарымыз толықтай шоколадқа батырылып, енді холодильникке жібереміз. 10-15 минутта шоколадымыз қатады. Және де алдындағыдай көрсетілгендей ақ шоколадты да осылай водяной баняға ертіп алып, әсемдеу үшін қолданамыз. Шоколадтағы бананымыз және финикиларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.